Жылқы етінің айтылмаған құпиясы. Шын мәнінде супер тағам. Жылқы еті қазақ елінің ұлы дәстүріндегі қуатты тағам мәдениетінің басты символы. Бірақ бұл еттің тек дәмі ғана емес, денсаулыққа тигізер пайдасы да таңғаларлық. Ғалымдар мен дәрігерлер соңғы жылдары жылқы етін ең жеңіл, ең пайдалы қызыл ет деп танып отыр. Жүрекке жүк түсірмейтін ең таза ет. Жылқы еті холестерині төмен, майы аз еттердің бірі. Бұл жүрек қан тамыр жүйелеріне қауіпсіз, тіпті пайдалы. Қан қысымы бар адамдар үшін сиыр мен қой етінен гөрі анағұрлым жеңіл. Ауыр аурудан кейінгі адамдарға қалыпқа келуге жарайды. Жылқы еті жоғары сапалы ақуыз көзі. Бұлшық ет, тін, сүйек пен жасушаның қалпына келуіне көмектеседі. Ауыр аурудан кейін әлсіреген адамдарға операциядан кейінгі диетаға өте қолайлы. Қан аздықпен күрес, құрамында темір, B12 дәрумені, мырыш, селен мол болғандықтан жылқы еті гемоглобинді көтереді, қан айналымын жақсартады. Әйел адамдарда жиі кездесетін анемияға қарсы табиғи ем. Асқазанға жеңіл аллергия бермейді. Сиыр, тауық етіне қарағанда жылқы еті асқазанда оңай қорытылатын глютенсіз, аллергені аз өнім. Бауыр, өт, ұйқы безі ауыратын адамдар үшін тамаша балама. Қарттар мен балаларға пайдалы. Жылқы етінің құрамындағы амин қышқылдары мен минералдар баланың сүйек, бұлшық ет, жүйке дамуына, қарт кісінің сүйек сынуын болдырмауға, шаршауды жеңілдетуге көмектеседі. Денеден токсиндерді шығарып, иммунитетті көтереді. Жылқы еті ағзаны табиғи тазартуға көмектеседі. Токсин шығаруға қатысатын метионин атты сирек кездесетін амин қышқылын қамтиды. Бұл иммун жүйесін көтереді, вирусқа қарсы тұру қабілетін арттырады. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене қана әрекеттеріңіз бізге өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.